Ассалаумалейкум, құрметті қыздар. Бүгін бізде успешный болу қағидалары деген сабақ. Жалпы сіздер ризық туралы, қарыз туралы, нәпсі туралы сабақтарды көрдіңіздер деп ойлаймын. Және де осыдан кейін примерно түсініп жатсыздар, иә? Не сізге кедергі, неге әлі де бай бола алмай жатырсыздар, неге қарыздасыз, неге әлі успешный бола алмай жатырсыздар. Бірақ қарыз деген сабақта мен сіздерге айтқан болатынмын. Қарыздың болғаны да ол үлкен мүмкіндік. Осы қарызды жапсаңыз, сіз уже успешный адам боласыз. Себебі сізде өте жақсы қасиеттер қалыптасады. Енді қараңыздар, дүниеде өте бай, просто бай, орташа жағдайдағылар, кедей және де өте кедей адамдар бар. Яғни көп ондай адамдар. Олардың айырмашылығы неде деп ойлайсыздар? Тек әрекетінде. Яғни барлығында ниет болуы мүмкін бай болуға, барлығында бақытты болуға ниет болуы мүмкін, бірақ әрекет аз болады. Немесе соған байланысты әрекеті сәйкес келмеуі мүмкін. Түсінікті ғой? Қараңыздар, бізде долларовый миллионер, долларовый миллиардерлер де өте көп. Яғни, егер сонда сіз бай адамды көрсеңіз, бай адамдар уже болса, Аллах тағала солар арқылы сізге көрсетіп жатыр. Сіз де бай бола, сізге де Аллах тағала байлықты бере алады деген сөз. Енді қараңыз, былай қарасақ, бай адамда, кедей адамда, орташа жағдайдағы адамдарда, миллионер, триллионер, миллиардер барлығы пенде. Бізде айырмашылық жоқ, көрдіңіз ба? Просто опять же айтамын, иә, бізде ерекшелік, қыздар, айырмашылық ол тек әрекетімізде, жасаған әрекетімізде. Енді қараңыз, дәл осы адамдардың арасында мұсылманы да бар, бір какой-то дінге табынатыны, пұтқа табынатыны атеисттер да бар. Яғни бұл не деген сөз, қыздар? Байлық адамды нәсіл бойынша, ұлты бойынша, діні бойынша таңдамайды деген сөз. Я, былай қарасақ, қараңыздар, Джей-Зи, Бейонсе, немесе жаңағы Фейсбуктың бастығы, немесе осы Инстаграмның бастығы болсын, Билл Гейтс болсын, олардың ешқайсы мұсылман емес, бірақ өте бай. Ол сізді уже ойландыру керек. Значит, я, ол деген дінге қарап атқан жоқ бұл жерде. Ол әрекетке қарап жатыр. Енді қараңыздар, байлық ештеңеге қарамайды. Негізі әр пендеде, қандай болсын пендеде бай болу ресурсы бар. Әр қайсымыздың ішімізде бір мешочек бар. Сол мешочекті Аллах тағала барлығымызға дүниеге келген кезде уже келмей тұрып салып қойған. Бірақ ол мешочекті дұрыстап танып, яғни ол нишаңыз тауып, өзіңізді зерттеп, өзіңіз танып, кәдімгідей сол мешочекті, өзіңіздің таланттарыңызды дұрыс қолдана білсеңіздер, сол мешочек ашылады. А кейбір адамдарда ол мешочек ашылмай кетіп жатыр. Яғни оны қалай түсінсек болады? Қолыңыздан көп нәрсе келеді. Просто істеу керек, әрекет ету керек. Және де Аллахқа сеніп, Аллахқа тапсыру керек. Қолыңыздан өте көп нәрсе келеді. Сіз просто басқа біреуге қарайсыз, өзіңізді басқа біреумен салыстырасыз. Содан кейін, ой, менен бұл курсты кім алады? Мен ондай атым жоқ, ондай дипломым жоқ деп өз-өзіңізді шектеп тастайсыз, тежеп тастайсыз көп жерде. Хотя Аллах тағала сізге басқа дипломы бар адамнан да мықты уже ресурс ішіңізге беріп қойған. Енді қараңыздар, бәріне бірден мүмкіндік беріледі. Аллах тағала бәрімізге бірден мүмкіндік беріп қойған. Бақытты болуға, бай болуға. Бірақ барлығы қыздар біздің еркімізге беріп қойған. Біздің таңдауымызға, біздің қалауымызға Аллах тағала солай беріп қойған. Сондықтан өтініш, я, әрекет ете беріңіздер, шаршамаңыздар. Енді қараңыздар, Аллах тағала жалпы әрбір адамның қажеттілігін, әрбір адамның не қалайтынын жақсы біледі. Просто бізге Аллах тағала әрекет ет дейді. Әрекет ет, хоть бір кітап оқы, бір білім ал, шық, жаса, ерте тұр дейді, болды. Қалғанын, оның результатын Аллах тағала өзім жасап беремін деп айтады. Бұл дүниеге, мысалы сіз келген кезде, бір кішкентай нәресте болсын, дүниеге келген кезде ешкім бірден президент болып, бір компанияның бастығы болып келмейді, немесе успешный, ақылды, білімді, бұландай пысық, движниковый болып келмейді. Барлығы өсе келе қалыптасатын қасиеттер. Яғни, ол қасиеттерді біз өсе келе алатын болғандықтан, сіз де басқа адамнан қандай қасиетті көрдіңіз, жақсы, сіз де сондай бола аласыз деген сөз. Енді қараңыздар, өсе келе біз дүниені тани бастаған кезде біз мектепте оқимыз, ата-анамыз бар, араласатын ортамыз, достарымыз, университет бар, әртүрлі курстар оқимыз, қоршаған ортамыз бар, қаншама адамдарды мысалға көреміз, және де коллегалар бар жұмыстағы. Солар арқылы бізге өте көп установкалар келеді, өте көп опыт келеді, және де олар бізге өте қатты әсерін тигізеді. Яғни көрдіңіз ба, сіз деген какой-то бір установка, какой-то бір понятие болады ғой, мысалға, ақша тек жаңағы ауыр жолмен келеді, немесе дипломсыз жұмыс жоқ деген сияқты нәрсенің бәрін сіз егер қабылдасаңыз, Аллах тағала тура солай сізге жасап береді. Ал егер сіз Аллах тағалаға сеніп тапсыратын болсаңыз, онда сіз орамалмен де, хиджабпен де любой жұмысқа, даже президенттің аппаратурасы ма, аппараты ма деме, не дейді, сол жаққа дейін жұмысқа, парламентке кіріп кете аласыздар. Ол сіздің сеніміңізге байланысты.
Өкінішке орай көп жерде біз біреудің поддержкасын күтіп қаламыз, біреуге бір нәрсе дәлелдегіміз келіп тұрады, олай болмау керек. Егер сіз өзіңізді біреумен салыстыра берсеңіз, біреуге бір нәрсе дәлелдегіңіз келсе, онда сіздің көп уақытыңыз, энергияңыз сол нәрсеге кетіп қалады. Біреуге дәлелдеу үшін өзіңіздің сүйіктісіңізбен айналыспайсыз. Соответственно, сүйіктіспен айналыспайсыз ба, ол сізге не ақша келмейді, не энергия келмейді. Әйтеуір басқа біреу үшін өзіңіздің өміріңізді сүріп бет алды кетіп қаласыз, иә? Қараңыздар, қыздар, ризық жалпы біздің күнәларымыз бен қателіктерімізге қарамайды. Себебі қандай болсын, атеисттар да байып жатыр, күнәлар көп адамдар да байып жатыр, иә? Бұл нені айтып жатыр? Яғни біз әрекет етуіміз қажет. Қазір мен сіздерге атеист пен мұсылман туралы айтып беретін боламын. Сонымен атеист пен мұсылманның айырмашылығын біз түсінейік. Неге бір адамдар бай болып жатады, ал неге мұсылмандар қанша намаз оқыса да, ораза ұстаса да, хиджаб кисе де неге успешный бола алмай жатыр? Неге олар әлі де бай бола алмай жатыр? Қараңыздар, атеист не істейді? Ерте тұрады. Атеист немесе діні басқа адамдар ерте тұрады міндетті түрде. Олар түсінеді. Ерте тұрған адамның берекесі артық екенін олар да түсінеді, исламды оқымаса да. Бірақ бізде қаншалықты мұсылман болса да ерте тұру өте қиын. Біз наоборот керісінше жасаймыз да, түн уақытын ұйықтамай өткіземіз, түн уақытында кино көреміз, түн уақытында курс оқимыз. Олар наоборот таңертең жасайды. Сондықтан Аллах тағаланың өзі айтты, бізге сендерге күнді адамдарға жаратып бердім дейді. Сондықтан біз уақытты дұрыс қолданбаймыз, көрдіңіздер ма? Сондықтан осы жерде уже ризық кімде екен ойлай беріңіздер. Келесі міндетті түрде таңғы ас ішеді. Вообще атеисттер, шетелдіктер негізі успешный адамдар ешқашанда таңғы асты жібермейді. Обедті жіберу мүмкін, немесе кешкі асты жіберу мүмкін, бірақ таңғы асты жібермейді. А бізде көп уақытта таңғы ас ішпейміз. Даже қарымыз ашып тұрған кезде өзімізге тамақ бермейміз, өкінішке орай. Таза киінеді. Бұл өте маңызды. Біз көп жерде киімнің тазалығына қарамаймыз. Бір пятно болса, бір дақ болса, жыртылған болса киіп жүре береміз, тігіп алып. Олай болмайды. Яғни олар киімнің тазалығына және бүтіндігіне өте қатты қарайды. Кітап оқиды. Біз қазіргі заманда кітапты оқымаймыз. Ой, басым ауырады, шаршап кеттім, анау-мынау деп өзімізге әйтеуір сылтау тауып аламыз. Олар таңертең оянып, бір 10-20 бет болсын, міндетті түрде кітап оқиды. Келесі расход доход жазады. Бізге расход доход жаз десең, жазбайды. Ой, ол ақшаның кетіп жатқанын итак мен мида білем, олай болмау керек. Міндетті түрде оны қағазға түсіру керек. Сіз нені қалайсыз өміріңізде, яғни миды кішкене босатып отыру керек. Мына ми слишком перегруженный, загруженный болғандықтан сіз ақша таппай жатырсыз. Түсінікті ғой? И везде порядок бар. Столында, кошелегінде, сумкасында, үйінде. Ал бізде үйіміз бешін шашып жатады. Даже іш киімдердің өзінде ішінде порядок болу керек бізге. Любой жерде порядок болу керек. Минимализм. Көп адамдар мысалға киімнің көп болғанын қалайды, аяқ киімнің көп болғанын қалайды. Көп емес, сапалы болғанына қараңыздар. Көбінесе бұндай адамдар, успешный адамдар, олар деген минимализмға жақын, алапес киімдер кимейді, қатты гүлді көзге қатты түсетін киімдер кимейді. Көп жерде минимализм, бір-екі цвет қана киімде қатты сақтайды, и көбінесе сапалы заттарды ғана алады, қымбатын. Мысалы, Луи Виттонның сумкасын 1,5 миллионға алады, и сол сумкамен ғана жүреді. Әр түрлі сумка ұстау деген ода понятие жоқ. Ең басы сапалы болса болды, және де шынымен ақ өзінің бағасына стоит ететін товар болса болды. Келесі делегирование. Делегирование дегеніміз, сіз мысалы бүкіл жұмысты өзіңіз істемейсіз, бүкіл жауапкершілікті өзіңіз алмайсыз. Яғни сіз делегировать етесіз. Мысалы, сіз екі баланың анасысыз делік, и сіз бір бизнеспен айналысқыңыз келеді. Сіз няня нанимать етесіз, и сол кезде мына бизнеспен толықтай кіріп кетуге, толықтай сол бизнеспен айналысып, оны көтеруге сізде мүмкіндік, сонда бос уақыт, энергия пайда болады деген сөз. Яғни, өзіңіздің жұмысыңызды басқа біреуге тапсырып, доверять етіп үйренуіңіз қажет. Келесі білім алады. Бизнесмендер, жалпы успешный адамдар қаншалықты білімді болса да, бәрін біліп тұрса да, бәрібір білім алуын тоқтатпайды. Үздіксіз білім. Ал бізде бір курс оқиды да, бітті, сонымен тоқтап қалады. Яғни сіздер үздіксіз білім алып отыруларыңыз керек. Ол міндетті түрде вредные привычкеден бас тартады. Мысалы, темекі шегу, тағы да арақ ішу, алкоголь ішу, немесе көп тиктоктап отыру, болмайтын нәрсеге бос уақытты кетіру, біреуді жамандау, өсектеу дегеннен бас тартады бұлар деген. Ортаны бірден дұрыс қалыптастырады. Себебі біз деген қимаймыз, бір ортаны. Ертең общаться-етпесем ренжіп қалады, бүйтіп. Қыздар, егер сіздің ортаңыз сізге пайдасы болмаса, ондай ортаны алып тастау керек. Аллах тағала сіз өзгергеніңізге байланысты күшті ортаны әкеп береді сіздерге. Келесі әдеттер, пайдалы әдеттер
қалыптастыруыңыз керек, который күн сайын жасайтын. Мысалы, күн сайын 100 теңге садақа беру, айына бір рет ата-анаңыз үшін садақа беру, жаңағы барып мешітті жуу әр воскресенье деген сияқты, сондай пайдалы әдеттер олар сізге үлкен сауапқа айналады. Келесі дисциплина, жоспар. Міндетті түрде жоспармен жүреміз. Көп адамдар ойлайды, ой, мен үйде отырмын, жоспар маған не үшін керек, анау деген сияқты өте көп сөйлейді. Олай болмайды. Сіз үйде отырсаңыз да, тырнағыңыздың алатынын, уходыңыздың өзін жоспарға кіргізуіңіз керек. Сол кезде бос уақыт пайда болады. Сол кезде уақытыңыздың қайда кетіп жатқан, неге кейде сізге уақыт жетпей қалады, неге кейде күш жетпей қалады, сол кезде сіз түсініп алсаңыз болады. Келесі денсаулық. Мысалы, әр жарты жыл сайын біз әйел адам болғандықтан, қыз болсаңыз да, қыз болмасаңыз да гинекологқа баруымыз керек. Әр 6 ай сайын стоматолог, әр жыл сайын окулист деген врачтарға бару керекпіз. Ал біз қазақтар қай уақытта барамыз, когда ол уже шіріп түсіп қалайын деген кезде. Хотя бізге Аллах тағала денсаулықты аманат етіп берді, біз осы аманатқа қиянат еткеніміз үшін бізге байлық келмейді екен осы себептен. Және де бірнеше істі қатар жасамайды успешный адамдар. Біз ананы мынаны бәрін подряд аламыз, бірнеше курсты подряд бір уақытта аламыз, қайсысын оқырымызды білмейміз, фокусымыз шашылып кетеді. Яғни успешный адамдарда фокус болады үнемі. То есть бір нәрсеге фокусты қойсаңыздар, тез өсесіздер. Келесі, олар қалауын орындайды. Біз көп жерде басқа біреудің қалауын орындаймыз. Яғни өзіміз бір нәрсені қалаймыз, бірақ басқа біреуді тыңдаймыз да соның айтқанын істеп жүреміз. Яғни ең бірінші сіздің қалауыңыз болу керек. Себебі Аллах тағала оны сізге беріп тұр. Ең бірінші сіз қалайсыз, содан кейін Аллах тағала сол сіздің қалауыңызды іске асыру үшін бүкіл мүмкіндіктерді береді, қаншама есіктерді ашып береді. Яғни сіз бірінші қалайсыз Lexus NX деп, сол Lexus NX сізде болу үшін Аллах тағала соны жүзеге асырып береді сізге. Келесі, өзін награждайды. Біз көп жерде өзімізге подарок алып бермейміз. Даже бір курсты бітірсеңіз де, үйді жинасаңыз өзіңізге награда беруіңіз керек. Кішкене бір 10 минут ұйықтау, бір демалып алу деген сияқты оның өзі награда, иә? И хоббиға уақыт бөлу. Мысалы, сіздің сүйікті ісіңіз тоқу болуы мүмкін, тігу, кроссворд шешу болуы мүмкін. Онда сіз именно, получается, осы хоббиға күніне 1 сағат болсын, 30 минут болсын бөлуіңіз керек, себебі ол сізге энергия береді. Келесі, өзіңе кішкене уақыт арнау. Бір 20 минут болсын, просто тишинада отыра тұру. Просто отыра тұру болды. Ойланып, кішкене миды жинайтындай, кішкене өз-өзіңе келетіндей уақыт беру, демалу кішкене. Тәфәккур. Тәфәккур дегеніміз, даже бұлар мұсылмандықты ұстанбаса да тәфәккур жасайды көп успешный адамдар. Яғни тәфәккур дегеніміз, қыздар, это размышлять. Неге мен дүниеге келдім? Менің миссиям қандай? Аллах тағала мені не үшін жаратты? Мен адамдарға қалай пайдалы боламын, қалай хайырлы боламын деген сияқты. Келесі, садақа. Олар міндетті түрде садақа береді. Поэтому сізде садақаны жалғастыруыңыз қажет. Әр жерде баланс ұстайды. Яғни жұмысты жұмыс, үйді үй деп, яғни екеуін араластырмайды. Әр жерде бізде баланс ұстауымыз қажет, хорошо? Және де беру алу балансы да. Еш нәрсені тегін алмауға тырысыңыздар. Процесстен кайф алу. Яғни олар результатқа қатты напор қоймайды, қатты бүкіл фокусын неге результатқа қоймайды, потому что понимает, что это от Бога, яғни Аллахтан деп түсінеді оны. Сол үшін қазіргі жасап жатқан ісінен, қазіргі сәттерден, қазіргі Аллах тағала беріп жатқан нығметтерден пайда алады. Және де любой нәрсені қабылдайды. Ол жаңағы неудача болсын, негатив болсын, негатив дегенде неудача болсын, бір нәрсе қолынан келмесін, оның бәрін қабылдайды. Хорошо? То есть, окей дейді, опыт дейді, тұрып арғарай кете береді. Адамдарды емес, идеяларды талқылайды. Яғни адамдарды өсектемейді, өсекке жақын емес мүлде. Көрдіңіздер ма? Яғни көп жерде идеяларды талқылайды, уже адамдарды емес. Жауапкершілік ала бастайды өзінің әр шешіміне. Басқа біреудің қуанышына қуана біледі. Яғни басқа біреу машина алып атса, өсіп атса, тура өзі сияқты конкурент өсіп атса, оған наоборот қуанады и жақсылық тілейді только. И нақтылық бар. Уже бұл өмірде нені қалайтынын, бизнестен қанша ақша табу керек, қанша жаңа точка ашады, соның бәрін нақты біледі уже. И отказдан, неудачадан қорықпайды, потому что оны норма деп қабылдайды. Любой отказда, любой неудачаны да, бұндай успешный адамдар көбінесе как бы рост, точка роста деп қабылдайды. Жоқ деп айта алады. Өзіне керек па? Жоқ деп айта алады, иә? Үнемі позитивте жүреді, үнемі жарқырап жүреді, үнемі жайнап жүреді. Критиковать етпейді. Ешкімді, даже өзінде критиковать етпейді. Ой, қолыңнан келмеді ма, бітпеді ма, сөйтпеді ма деген сияқты. Даже қандай болсын адам, мысалы біз көбінесе бір хиджаб киіп шешіп кеткен адамды бірдене қалайша ойбай деген сияқты айтып кетеміз. Олай болмайды. Әрбір адамға разы. То есть әрбір өміріне келген кеткен адамға разы. Ешкімге ренжімейді. То есть бұл жерде обида жоқ мүлде. Ешкімге, ештеңеге, даже өзіне де. Чувство юмора бар. Негізі сіз егер бай болғыңыз келсе, сізде чувство юмора өте жақсы даму керек. Даже өзіңізді прикол ұстап қалжыңдайтындай деңгейге жетуіңіз қажет. И қатені мойындайды. Бізде көбінесе
Мысалы бір қайсаққа түсіп қалса, қате жіберсе, өкінішке орай оны мойындамайды. Сосын барып, жоқ, мен бұны жасаған жоқпын, анау деген сияқты айтып жүреді. И жұмыспен демалыста баланс сақтайды. То есть жұмысты үйге алып келмейді, үйдегі атмосфераны жұмысқа апармайды. То есть әр жерде өзінікін қалдырады, өзінікін ұстайды. Үнемі амандасып жүреді, және де күліп жүреді. Бұл Америкада мен қатты байқаған нәрсе. Яғни олар, мысалы, көзбен кездесіп қаласың ғой, сол кезде саған күлімсірейді, саған амандасады. Бізде қазір ондай жоқ, өкінішке орай. Кейде мұсылмандар бір-бірін көріп қалса ғана ассаламу алейкум дейді, но и то ол тенденция кетіп баратыр. Даже көрсе де амандаспайды бір-біріне уже. И әр нәрсе опыт деп қабылдайды, ешкімді кінәламайды. Бір курстан нәтиже шығарылмаса да ешкімді кінәламайды, просто опыт дейді да, болды, ары қарай кете береді. Сол нәрсенің бетін жабады, бітті, ары қарай кетеді, то есть жыламайды. И көп жерде ол сабырлы, шағым айтпайды, яғни түсінеді, что шағымнан пайда жоқ. Сіздер қаншалықты шағым, наразылық сізде болады, соншалықты успешный болмайсыздар. Енді түсінікті ғой, примерно мен сіздерге, мені вообще мұсылман емес, ислам дін ұстамайтын адамның қасиеттерін айтып бердім. Былай қарасақ, ол мұсылманның бүкіл қасиеттеріне келеді, біздің шариғи үкімдерге де келеді. Бірақ оны почему-то атеисттар, басқа діндер қатты ұстанады, сол үшін олар бай. Біз көбінесе осындай басымызға іс түссе жамандап кетеміз, қабылдай алмаймыз и бірден беріліп кетеміз, өкінішке орай. Сондықтан қыздар, сіздерге жасау керек нәрсе, осы мені атеисттардың, мен сіздерге айттым ғой қасиеттерін, соны ұстап бастауымыз қажет, иншалла. Хорошо? Сабақ түсінікті деп ойлаймын. Сау болыңыздар.